Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгін 3-ші сыныптың қазақ тілі пәнінің 28-ші сабағын өтетін боламыз. Олай болса, 35-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді тыңда дейді. Мәтіннің тақырыбы қандай екен балалар? Жақсы мен жаман, иә? Олай болса, мәтінімізді оқиық. Диқан атызға бір түп гүл әкеліп отырғызды. Гүл күннен күнге тамыр жайып, гулеп өсе берді. Бір күні, әй, сен көп асқақтама, әлі өмірге келгеніңе өкінетін боласың, деген дауысқа жалт қараса, төменде ұсқынсыз тырбық шөп басын қылтитып тұр екен. Гүлдің көңілі ортайып, жабырқап қалды. Бірте-бірте солып, сарғая бастады. Амалсыз жанындағы өзінен жасы үлкен гүлге басын сүйеп, жабырқама, сабыр ет, деп шуатты ол. Адамдар оны арамшөп деп атайды. Одан әлі-ақ құтыламыз. Жамандардың өмірі қашанда қысқа. Жақсы сөз жарым ырыс деген ғой. Үлкен гүлдің айтқаны рас болды. Ертеңіне адам келді де арамшөпті тамырымен бірге жұлып тастады. Гүл қайтадан құлпырып өсті. Көп сырды ұқты. Өмірде жақсылар да, жамандар да бар екен. Балалар, біздің мәтініміз өте тамаша, мағыналы екен, иә? Енді біз астындағы сұрақтарға жауап береміз. Мәтіндегі негізгі ойды анықта дейді. Балалар, мәтіндегі негізгі ой өмірде жаман адамдармен қатар жақсы адамдар да болады екен, иә? Яғни біз өмірімізге бір жаман адам жоқ деген деп, біз өзімізді тастап қоймауымыз керек екен. Әрқашанда арқа сүйейтін жақсы, мейірімді адамдар табылады екен, иә? Және де өзіміз де жамандардың қатарында емес, жақсылардың қатарында, мейірімділердің қатарында болуға асығуымыз керек балалар, иә? Әрқашан басқаларға жақсы көңіл күй сыйлауға жаңағыдай ұмтылуымыз керек екен. Жаңағы арамшөп сияқты басқалардың көңіл күйін түсіріп, ащы тілімізбен басқаларды жараламауымыз керек екен. Керісінше басқаларға жұбату айтып, жабырқаулы адамдардың көңіл күйін көтеріп, көңілін орнықтыруға тырысуымыз керек екен балалар, иә? Енді келесі сұрақ. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңмен пікірлес дейді. Балалар, олай болса, өз достарымен мәтіннің мазмұны бойынша пікірлеріңді айтыңдар, иә? Екінші, жақсы сөз жарым ырыс мақалы бойынша өзіңше ой тұжырым жаса дейді. Балалар, қазақта 9-10 пәленің 9-ы тілден, сонымен қатар не айтсаң сол болады, және де жастың айтқаны болады деген сияқты сөздер бар, иә? Яғни біз әрқашанда аузымыздан шығатын әрбір сөзге абай болуымыз керек. Сол сияқты жақсы сөз жарым ырыс дегенімізде дәл сондай. Біз әрқашанда тек жақсы сөз айта беретін болсақ, әрине ол да жаңағыдай орындалып кетуі мүмкін. Сол себептен жаңағыдай әрқашанда жақсы ойда, жақсы сөзде болуымыз керек балалар. Балалар, енді келесі мәтінге жоспар құрып, сол бойынша мазмұндама жазуымыз керек екен, иә? Балалар, олай болса, мен жоспарды ең бірінші диқанның атызға гүл отырғызуы деп жаздым. Екінші, шөптің гүлге айтқан сөзі. Үшінші, гүлдің көңіл күйінің түсуі. Төртінші, үлкен гүлдің кішкентай гүлге гүлді жұбатуы. Бесінші, адамның арам шөпті жұлып тастауы. Алтыншы, гүлдің қайтадан жайқалуы деп жоспар құрдым. Және де осы жоспарға сәйкес мен мазмұндама жазатын боламын. Және мазмұндамаға балалар өздеріңнің мәтіннен түсінгендеріңді, өздеріңнің ойларыңды қоссаңдар болады балалар, иә? Диқан бір күні атызға бір гүл алып келіп отырғызады. Гүл күннен күнге жайқалып, көркейіп, тамыр жайып өсе бастайды. Бір күні сүйкімсіз тырбық арам шөп оның көңіліне тиетін сөз айтып, жанын жаралайды. Бұл сөзге гүлдің көңіл күйі түсіп, күннен күнге сарғайып сола бастайды. Әбден әл дәрмені құрыған гүл өзінен үлкен гүлге басын сүйейді. Сол кезде үлкен гүл өзінің жылы сөздерімен гүлді жұбатуға тырысады.
ол шөптің арам шөп екендігін, сонымен қатар одан жақын арада құтылатындықтарын айтады. Және де үлкен гүлдің айтқанындай болады. Жаңа біз жақсы сөз жарым ырыс дедік қой. Яғни үлкен гүл жақсы сөз айтты. Біз одан әлі-ақ құтыламыз деді. Оның айтқанындай болды. Жаңағыдай расымен де ертесіне диқан ол гүлді тамырымен қосып жұлып тастайды. Мінеки балалар, біз осы жерден де біз жаңағы жақсы сөз жарым ырыс деген мақалдың жаңағыдай мағынасын көре аламыз. Яғни үлкен гүл жақсы сөз айтты, яғни оның сөзі орындалды. Ертесіне-ақ ол шөпті тамырмен жұлып тастап гүлдерді құтқарады. Және де одан кейін гүлдер одан әрі шайқалып, күннен күнге көркейіп құлпыра береді. Мінеки балалар, біздің мазмұндамамыз осымен аяқталды. Балалар, сендер де өз беттеріңше жоспар құрып, өздеріңнің мәтін жайлы ойларыңды білдіріп, мазмұндама жазсаңдар болады. Ащыны білмеген тәттіні де білмейді деген мақалдың мағынасы. Балалар, мысалы біз жерге қызанақ ектік деп айтайық. Біз қызанақтың жемісін көру үшін күзге дейін біз ол қызанаққа күтім жасаймыз. Оны суғарамыз, арам шөптерін шауып тастаймыз, жұлып тастаймыз, және де қопсытамыз. Оның топырағы қатып қалмас үшін топырағын қопсытып тұрады екенбіз. Түрлі ауруларға шалдығуы мүмкін. Біз оған жаңағыдай ол қызанақты емдейміз. Жалпы ол қызанақтың жемісін көрем дегенше біз өте көп тер төгеді екенбіз. Ал уақыты келіп қызанақтың жемісін көріп біз жеген кезде ол жаңағыдай еңбегіміздің ақталғанын түсінетін боламыз балалар. Яғни барлық нәрсенің жемісін көру үшін, жеңіске жету үшін біз әрқашанда тер төгуіміз керек екен, адал еңбек етуіміз керек екен. Енді келесі 37-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Аспаз борщ пісірді. Тісті күніге 2 рет щеткамен тазалау керек. Балалар, біз 2 сөйлемде де ш әріптерін қойдық. Енді 38-ші жаттығу. Құрамында ч, ш дыбыстары бар сөздер тауып айт. Ч дыбысы бар сөздерді себетке, ш дыбысы бар сөздерді жәшікке орналастыр дейді. Балалар, ендеше ч дыбысы құрамында бар сөздерді айтайық. Чемпион, чемодан, чек, карточка. Ал ш дыбысы бар сөздерге қазақ тілінде ш дыбысы қатысқан 2 сөз бар екен. Бұл ащы және тұщы сөздер. Ал басқа құрамында ш және ч әріптері бар сөздердің барлығы да басқа тілден енген сөздер екен. Яғни ащы, тұщы сөздерін айтуымызға болады екен, щетка сөзін айтуымызға болады екен, плащ, борщ сөздерін қосуымызға болады екен. Балалар, осымен бүгінгі 28-ші сабағымыз өз соңына жетті. Олай болса, келесі кездескенше сау болыңдар.